Саламатсыңдар балалар. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы митохондрияның құрылымдық компоненттері және олардың қызметі. Бүгінгі сабақта білетін негізгі ұғымдар: митохондрия, сыртқы және ішкі мембрана, кристалдар, атефтің синтезасы, матрикс, АТФ, қуат станциясы. Енді митохондрия деген ұғымды біз балалар төменгі сыныптарда жақсы білеміз. Дегенмен митохондрия дегеніміз не екенін есімізге түсіре кетейік. Митохондрия дегеніміз метос деген желі және хондрос деген дән, түйір деген мағынаны білдіреді. Ұзындығы 1,5-тен 10 микрометр, ені 0,125-тен 1 микрометрге дейін тең болады. Бұл қос мембраналы органоидтарға жатады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне митохондрияның құрылысы, жалпы митохондрия неден тұрады десек, ішкі және сыртқы мембраналар, атом синтезінің молекулалары, матрикстер, мембранааралық кеңістік, рибосомалар, кристалдар, ода орналасқан түйіршіктер және ДНК-дан тұрады. Енді бұл барлық ағза жасушадан тұратынын біз білеміз, балалар. Сол жасушаның жалпы тірі массасының 25%-ын құрайды. Бір орта есеппенен бір жасушада 2000-ға жоқ митохондрия бар деп есептеуге болады. Жасушалардың енді типтері, пішіндері не байланысты бұнда орналасқан митохондриялардың пішіні бойынша ерекшеленеді. Бұл митохондрияны құбылмалы, созылмалы органоид деп атауымызға болады. Енді осы митохондрия туралы ғалымдар көптеген еңбек жазған. Соның ішінде жалпы митохондрия дегенімізді ең алғаш кім ашты, ол не деген қысқаша тарихын айта кететін болсақ, ең алғаш Келлекер деген ғалым, швейцариялық гистолог, жасушаның биологиясының дамуына зор үлес қосқан ғалым. Бұл 1850 жылы жәндіктердің бұлшықет жасушаларының кішкентай түйіршік тәрізді құрылымдарды анықтап, оларды саркосома деп атаған. Кейін зерттеулердің нәтижесінде неміс ғалымы Альтман 1890 жылы арнайы бояуларды қолданып, осы құрылымдарды биопластлар деп атаған. Одан кейін 1898 жылы Венда митохондрия деген атты ең алғаш берген. Енді балалар, жай біз айтып кеттік митохондрияның құрылысын. Соның ішкі сыртқы мембранасына қысқаша тоқтала кетейік. Сыртқы мембрана. Ол сыртқы мембрананы ішкісінен қалыңдығы бойынша, ішкі мембранадан қалыңдығы бойынша 10-дан 20 нанометр болатын мембрана аралық кеңістік бөліп тұрады. Міне, кеңістік. Арасында кеңістік бөліп тұрады. Сыртқы мембрана 7 нанометр мөлшерінде, бұл жерде нәроздар, липидтер және 3-4 нанометр мөлшерінде нәроздың парон болады. Ол жаңағы қоректік заттарды тасымалдайды. Монооксигенеза, фосфорлифаза ферменттер болады. Эндоплазмалық тор мембранасымен кейде әрекеттесу кезеңде липидтерменен кальций тасымалдауға маңызы зор болып келеді. Енді ішкі мембранасына қысқаша тоқталайық. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, ішкі мембранасында жаңағы кеңістік, сыртқы мембрана екеуінің арасында кеңістік бар дедік қой. Сол кеңістікке жалғасып, ішкі мембрана орналасады. Ішкі мембрана сыртқы мембранадан айырмашылығы молекулалар иондарды тасымалдауға арналған арнайы тесіктер болмайды ол жерде. Және екінші матрикске қарағанда атефтің синтезасының ерекше молекулалар, элементтер, бөлшектер орналасады. Әрбір шоғыр
басты аяқшадан тұрады. Мына өздеріңіз көріп отырған шоғырлар және шоғырдың жаңағы басы және аяқшадан тұрады. Сыртқы және ішкі мембрана кейбір жерлері жанасып, мына жерде кейбір жерлері жанасып, нәруыз тасымалдауға ықпал етеді. Ішкі мембрананың қалыңдығы, сыртқы мембрана екеуінің арасында 10-20 нанометрлік кеңістік бар дейді және. Кристі қатпарлар бар бұл жерде мына қатпарларды кристі қатпарлар деп атаймыз. Ол тыныс алу тізбегінің компоненттерін тасымалдаушы нәруыздар, ферменттер, атом синтезасының кешендері орналасады бұл жерде. Және ішкі мембранамен шектелген кеңістік матрикс. Матриксте Крипс циклінің ферментті жүйелер митохондриялық, ДНК, РНК және 55-70 еске дейін рибосомалар болады. Біз өткен сабақта айтқанбыз балалар, жаңағы Крипс циклі дегеніміз не, ол қалай жүріледі, глюкозаның ыдырау сатылары деп, сол үдерісті жаңағы осы митохондрияда жүрілетінін ұмытпауымыз керек. Жалпы митохондрия атефті синтездеу, гликолиз үдерісін жүргізу, кристасындағы фосфорлену процесінде түзіледі. Фосфорлену дегеніміз кез келген жаңағы үдерісте өзіне фосфорлық элементтерді қосып алу арқылы реакция жүріліп отырады. Сондықтан бұл митохондрияды энергия беретін станция деп атаймыз. Енді балалар, біз бұл тақырыптың жалғасы келесі митохондрияға байланысты тақырыптар өтеміз. Енді біз осы тақырыпқа байланысты қысқаша тапсырма орындай кетейік. Тапсырма номер 1-де өздеріңізге беріп тұрғандай митохондрияның ішкі сыртқы мембраналардың ерекшеліктерін салыстырып, кестені толтырыңыз дейді. Мына жерде сіздерге берілді ішкі мембрана дегеніміз не, сыртқы мембрана дегеніміз не екенін біз жақсы түсініп алдық жаңа сабақтан. Енді құрылымы, липидті құрамы, негізгі қызметі, өткізгіштігі, нәруыз мөлшері, тасымалдау жүйесі, энергетикалық рөлі, кинетикалық рөлі қандай екен туралы балалар қысқаша толтыра қойыңдар. Жақсы, рахмет, толтырды деп ойлаймын. Енді өз қателеріңізді дұрыстап алуға болады. Енді мына жерде дұрыс жауабын көтерді. Жалпы қатпарлаулар, ішкі мембрана кристалдар түзеді, ішкі бетінде ұлғайтылған, сыртқы мембрана тегіс, липид құрамы кардиолипин көп, өткізгіштігі төмен, фосфолипидтер көп, өткізгіштігі жоғары, негізгі қызметі электрон тасымалдау тізбегін қамтамасыз етеді, атефтің синтезі жүзеге асады, заттарды митохондрия ішіне өткізу және шығару қызметін атқарады, өткізгіштігі өте төмен, тек арнайы тасымалдаушы арқылы заттар өтеді, өткізгіштігі жоғары, нәруыздар молекуласы жоғары, 75%-ға дейін нәруыздар молекуласы шамамен төмен, 50, тасымалдау жүйесі арнайы тасымалдау, АТФ, АДФ тасымалдауыш, иондық каналдар арнайы тесік болмайды. Мына жерде бағанағы айтып кеткенде прон нәруыздарының арқылы молекулалар тасымалдау жүріледі, энергетикалық пронның градиенті түзу үніменен. Электрохимиялық энергиясы атепке айланады. Энергиялық функциясы жоқ. Генетикалық митохондрияның матриксінде орналасқан ДНК рибосомаларды қорғауға ықпал етеді. Генетикалық рөл атқармайды. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ ұнаса, пікірлеріңізді жазып, каналға тіркеле кетіңіздер. Рахмет.